Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет клубника шоколад жасайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай құлпынайымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. 2 мәрте жақсылап жуып алдым. Сөйтіп оны салфеткаға жақсылап кептіретін боламыз. Кептірмесеңіздер шоколад жабыспайды. Сол үшін жақсылап кептіріп алыңыздар. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай Қазақстан шоколад алдым. Ең көп адам Қазақстан шоколадын жасамаңдар деп жатады. Онша шықпайды деп, сондадан жасап көрейін деп шештім. Осылай жақсылап шоколадтарымызды жақсылап майдалап бөліп аламыз. Сөйтіп осыны енді қайнап тұрған суға ертетін боламын. Жай отта осылай жақсылап ертеміз. Оға дейін құлпынайларымызды осылай спашкаға осылай жақсылап тығып шығамыз. Құлпынай міндетті түрде кебу керек, өйткені шоколад жабыспай қалуы мүмкін. Сол үшін жақсылап салфеткамен кептіріп алыңыздар. Осылай қайнатамыз шоколадымызды, сөйтіп оның үстіне ерігеннен кейін осылай сұйық май қосып жібереміз. Сұйық май қосқан екен жақсылап араластырамыз. Сұйық май қоспасаңыздар болмайды, міндетті түрде сұйық май үстіне қосып жіберіңіздер. Осыны жақсылап араластырып сұйық қылып жасайтын боламыз. Сұйық болу керек. Өздеріңіз көріп тұрғандай, сұйықтау болғаннан кейін енді құлпынайларымызды осыған батыратын боламыз. Осылай жақсылап батырып шығамыз. Осылай шоколадтарымызды осылай батырып шығамыз. Енді мен бірінші рет жасап жатырмын. Енді дұрыс емес жері болса комментарияға жазып кетіңіздер. Жасап шықтым. Енді өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен өзім үй жағдайында балаларыма жасағандықтан сәндейтін ештеңе болмады. Сонымен бар нәрсемен, үйдегі бар нәрсемен осындай клубника шоколад жасап бердім. Балаларыма ұнады, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып шықты. Бұл клубника шоколадпенен енді букет жасасаңыздар да болады. Өте әдемі болып шығады. Назарларыңызға көп рахмет. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге. Енді дәл осылай банановый шоколадты да жасадым. Оны да осылай Қазақстан шоколадқа жасадым. Бұл да осылай әдемі болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.